Саламатсыңдар ма оқушылар? Сабақ басталмас бұрын алдымен каналға тіркеліп ал. Олай болса, бастаймыз. Жаңа сөздер, новые слова. Жеңіс, победа. Жауынгер, воин. Ұмытпау, не забывать, не забыть. Жау, враг. Жалғауларды қайталау. Повторим личное окончание. Біз ұмытпаймыз. Мы не забудем. Сендер ұмытпайсыңдар. Вы не забудете. Сіздер ұмытпайсыздар. Вы не забудете. Олар ұмытпайды. Они не забудут. Оқы қайтала. Читай, повторяй. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Второе задание – прочитать и понять. 9 мамыр – жеңіс күні. 9 мая – День Победы. Жауынгерлер отанды жаудан қорғады. Воины защитили родину от врагов. Олар 4 жыл соғысты. Они воевали 4 года. Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Сергей Луганский, Мәншүк Маметова, Әлия Малдағолова жауынгер батырлар. Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Сергей Луганский, Мәншүк Маметова и Әлия Малдағолова – это герои войны. Олар жеңіске жетті. Они победили. Ұлы жеңісті адамдар ұмытпайды. Великую победу люди никогда не забудут. 9 мамырда мәңгілік алауға гүл қоямыз. 9 мая возложим цветы к вечному огню. Оқылым, айтылым, чтение и говорение. 3 тапсырма. Сөздер мен сөз тіркестерін сәйкестендір. 3 задание. Слова и словосочетания нужно сопоставить в правильном порядке. Например, мысалы, жеңіс күні, День Победы, мәңгілік алау, вечный огонь, батыр жауынгер, герои войны, жаудан қорғады, защитили от врагов, батыр жауынгерлерді ұмытпайды, не забудут воинов героев. 4 тапсырма, дұрыс нұсқасын айт. 4 задание, нужно найти правильный вариант ответа. 1. Бірінші, жеңіс күні. То есть, когда у нас День Победы. Вариант под номером 9 мамырда, то есть 9 мая. 2 вопрос. Жеңіс күні қандай күн? То есть День Победы какой день? Жеңіс күні бейбітшілік мерекесі. День Победы – это праздник мира. 3 сұрақ. Соғыс неше жыл жүрді? Соғыс 4 жыл жүрді. То есть война длилась 4 года. 4. Жауынгерлер отанды қорғайды. Что они делают? Они защищают родину. 5. Адамдар не істеді? Адамдар жауға қарсы шықты. То есть люди вышли против врагов. Оқылым, айтылым, жазылым. Письменная и устная работа. 5 тапсырма, берілген сөйлемдерге сұрақ қой. 5 задание. Вам даны предложения, нужно составить на них вопрос. Бірінші сөйлем, первое предложение. Жыл сайын 9 мамырда жеңіс күнін тойлаймыз. То есть каждый год мы отмечаем 9 мая День Победы. Қай күні жеңіс күнін тойлаймыз? Жеңіс күнін 9 мамырда тойлаймыз. То есть когда отмечаем День Победы? День Победы отмечаем 9 мая. 2 предложение. Соғыс 4 жыл жүрді. То есть война длилась 4 года. Неше жыл жүрді соғыс? То есть сколько лет она длилась? Соғыс 4 жыл жүрді.
Үшінші сөйлем, жауынгерлер отанды қорғады. Третье предложение, то есть воины защищали родину. Что они защищали? Они защищали родину. То есть жауынгерлер нені қорғады? Жауынгерлер отанды қорғады. Төртінші сөйлем, адамдар жауға қарсы шықты. Адамдар не істеді? Адамдар жауға қарсы шықты. То есть люди вышли против врагов. Алтыншы тапсырма, жұптық жұмыс. Сұрақтарға жауап беріп, диалог құрыңдар. Шестое задание, парная работа. Отвечая на вопросы, нужно составить диалог. Бірінші, сен ұлы отан соғысына қатысқан адамдарды білесің бе? Ты знаешь тех людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне? Екінші сұрақ, ұлы отан соғысы туралы кино көрдің бе? Ты смотрел фильмы про Великую Отечественную войну? Жазылым, айтылым, письменная и устная работа. Жетінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қой. Вместо многоточия нужно поставить правильное окончание. Ұлы отан соғысы 4 жыл жүрді. Великая Отечественная война длилась 4 года. Жауынгерлер отанды қорғады. Воины защищали родину. Жауынгерлер жаумен соғысты. Воины воевали с врагами. Ұлы отан соғысында ол адамдар жеңіске жетті. В Великой Отечественной войне наши люди победили. 8-ші тапсырма. 9 мамыр жеңіс күніне арнап ашық хат дайында. 8 задание на 9 мая вам нужно будет написать открытку. То есть нужно вам самим сделать открытку из картона и цветных бумаг. И на открытке нужно написать поздравительное слово, которое состоит из 3-4 предложений. Кел жаттайық, давайте учить. Шұғыласы бүгін жарқ етті, бағына талай миллионның, баянды жеңіс күн жетті. Жұмағали Сайын. Есте сақта, запомните, 9 мамыр жеңіс күні. 9 мая день победы. Жауынгерлер отанды қорғады. Воины защитили родину. Жауынгер батырларды ұмытпаймыз. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, ұсыныстарың мен сұрақтарың болса, комментарийға қалдырыңдар. Ал олай болса, келесі кездескенше сау болыңдар.